Сәлеметсіңдер ме балалар? Бірінші сынып математика, екінші бөлім, 115-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы ұсақтау және төлем жасау. Балалар, математиканы күнделікті өмірде біз қалай қолданамыз? Ол үшін бірінші мысалға назар аударамыз. Біз бүгін сендермен дүкен ойыны топтық жұмысын ойнайтын боламыз. Әлия мен Сырымның әмияндарында бірнеше монетада бар. Әлия қандай азық-түлік алуы мүмкін? Сырым не сатып алуы мүмкін? Қане, осы жайында сөйлесіп көрейік. Әлияға бірнеше монета бар екен. Соған біз дүкеннен азық-түлік сатып алуға көмектесейік. Ол үшін Әлия не таңдауы мүмкін? 40 теңгеге апельсин, мысалы 50 теңгеге қызанақ сатып алсын. Балалар, бұл екі заттың бағасы, құны қанша теңге төлейді? 90 теңге төлейді. Ал 90 теңге неше монетадан болуы мүмкін? Қане, монеталарды біз ұсақтап көрейік. 90 теңгені ұсақтау үшін біз бірінші 50 теңгелік монетадан біреу, 20 теңгелік монетадан 2 монета алайық. Сол кезде барлығын қоссақ 90 теңге шығады. Ол 3 монета болуы мүмкін екен. Ал енді Сырымға көмектесейік. Сырым 50 теңгеге сәбіз сатып алсын және 20 теңгеге қызылша сатып алсын. Екеуінің заттың бағасы бізде 20 теңгеден 50 теңге. Бұл заттың құны бізде 70 теңге болады. Яғни дүкенге төлейтін ақшасы 70 теңге. 70 теңгені біз ұсақтайтын болсақ, балалар, біз 50 теңгелік бір монета, 20 теңгелік бір монета. Сонда Сырымның қолында 2 монета болуы мүмкін. Және өздерің ары қарай Әлия мен Сырымның дүкеннен зат сатып алуына көмектесе отырып, оның қалталарында неше монета болу керектігін өздерің болжап көріңдер. Екінші тапсырма. Жұптық жұмыс. 2 суреттен 2 тауарды таңда. Олардың бағасын айт. Есептер құрастыр және шығар. Мысалы, балалар, мен осы үшеуінің 3 есептің сызбасы берілген, балалар. Соған біз сәйкесінше мына жерден заттарды таңдай отырып, бағасын жазып, есепті шығаратын боламыз. Мысалы, мен мынаны бір сендерге мысал ретінде айтып кетейін. 3-ші сызбаға назар аударайық. Бұл жерде қарбызды 100 теңге дейік, бананды 70 теңге дейік. Енді стрелкаға назар аударатын болсақ сызығына, бірінші бізде қарбыз деп жазамыз бұнда, екіншіге банан деп жазамыз. Яғни қарбыздан бананның бағасы неше есе артық, балалар. Я, балалар, олай болса, біз оны анықтау үшін қарбыздың бағасынан 100 теңгеден 70 теңгені азайтатын боламыз. Сонда есептің шешуі 100 бен 70-ның айырмасы бізде 30 теңгеге. Яғни қарбыздың бағасы 30 теңгеге артық екен, балалар. Әрі қарай өзің мысалды келтіре отырып, өзің есеп шығарып көр. Өзіндік жұмыс. Теңдік пен теңсіздік құрастыр. Менің әмияным ойын әдісі. Қараңдар, балалар, суретте қызыл әмиян тұр.
және сары әмиян. Екеуіндегі монеталарды санай отырып, ақшаларды санап салыстыратын боламыз. Бірінші қызыл әмиянда 2 монета, бірақ 15 теңге бар. Ал сары әмиянда 20 теңге бар. Бір ғана монета, яғни қайсысы көп? Әрине, сары әмияндағы монета, яғни ақша көп деген сөз. Яғни көп дегеніміз артық деген белгі, иә балалар? Әрі қарай өздерің дәл осылай есепті шығарып көріңдер. Және ең соңында балалар, қараңдаршы, мына жерде қызыл әмиянға мен сендерге өздерің балалар ойлану үшін қалаған монеталарыңды салып, 50 теңгелік монетамен салыстырып көріңдер. Әрі қарай балалар, келесі, сен зерттеушісің, суретке қара. Қай арбадағы тауар, барлық тауардың массасын есепте. Бірінші арбада балалар не көріп тұрмыз? Асқабақ, картоп және пияз. Бұл жерде астында, яғни асқабақтың 4 килограмм екен, картоп 4 килограмм және пияз 2 килограмм екен. Енді 4 пен 4-тің қосындысы және 2-ні қосамыз. Сонда барлығы қанша болады балалар? 4-ке 4-ті қоссақ 8, 8-ге 2-ні қосатын болсақ, өрнектің мәні 10-ға тең. Яғни, бірінші арбадағы тауардың салмағы 10 килограмм екен. Дәл осылай, Ә және Б нұсқасын өзің есептеп көр. Кері байланыс, саралау тапсырмасы. Балалар, сендердің алдарыңда қызыл, жасыл және көк әмиян берілген. Бұларда қызыл әмиянда 200 теңгелік монета, жасылда 100 теңгелік монета, көкте 50 теңгелік монета берілген. Сендер осыларды ұсақтап көріңдер. Балалар, осымен бүгінгі тапсырмамыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.